Ассаламу алейкум баршаңызға. Сіздермен бірге қазағымыздың ұлттық тағамы ет асу жолымен бөлісетін боламын. Ең әуелі қазанымызға бисмилла деп етімізді салып бастаймыз. Менде жылқы еті. Етімізді саламыз. Одан кейін осылай қазымызды саламыз. Осылай қарнын саламыз. Етіміздің барлығын салып болғаннан кейін үстінен суымызды құятын боламыз. Суымыз міндетті түрде суық су болу керек. Ал енді ыстық су құйып қоятын болсақ, онда етіміз қызарып пісетін болады. Сондықтан суық су құятын боламыз. Бетін жауып қоямыз. Қаз салған кезде қазымызды осылай тесіп шығатын боламыз. Тіс шұқышпен немесе инемен осылай екі жағын бірдей тесіп шығатын боламыз. Әйтпесе ішегі жарылып кетеді. Жылқы еті 2-3 сағат ұзақ қайнап пісетін болғандықтан осылай қазымыздың ішегі тез жарылып кетеді. Сондықтан осылай тесіп шығатын боламыз. Етіміз бір бұрқылдап қайнағаннан кейін өзі көбігі шығады. Сол көбікті алып тастауымыз керек. Әйтпесе қамырға жайылып кетеді. Мінекей етіміз бұрқылдап қайнады. Енді көбігін алатын боламыз. Осылай көбігі шығады. Көбігін осылай 2-3 мәрте алатын боламыз. Етіміз қайнап жатқанда осылай 2 пиязыны ортасынан бөліп, 3-4-ке бөліп, осылай етімізге салсақ, етімізге дәм береді және де етімізді жұмсартатын болады. Одан кейін етіміздің қақпағын жауып, 2-3 сағатқа қайнатуға қоятын боламыз. Отымыздың астын қалыпты мөлшерге теңшеп, осылай бетін қисайтып жауып, 2-3 сағаттай қайнататын боламыз. Одан кейін тұзын салатын боламыз. Менде етте өзінің тұзы болғандықтан, осылай 1 қасық қана тұз салдым. Одан кейін қайнап ең соңына таяу, осылай картоптарымызды салатын боламыз. Салафанға салып салмай, картопымызды осылай сорпаға салсақ, дәмі жақсы шығатын болады. Картопымыз тез піседі. Біраздан кейін піскеннен кейін картопымызды алып алатын боламыз. Енді қақпағын қисайтып жауып, картопымыздың пісқанын күтетін боламыз. Мінекей шамалы уақыт өткеннен кейін картопымызды алатын боламыз. Картопымыз өте тез піседі. Тез алып алмасақ, картопымыз езіліп кетеді. Мінекей картопымызды алып алатын боламыз. Енді бетін жауып, етімізді асықпай қайнататын боламыз. Оған дейін қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең әуелі ұнымызды дайындап және 1 жұмыртқамызды салып, суымызға тұзымызды салып, 1 жайым елейсіз ба, 2 жайым елейсіз ба, ұнымызды алдын ала дайындап аламыз, адам санына байланысты. Аз адам болса, онда 1 жайымға елейтін боламыз. Суымызды аз-аздан құйып, қамырымызды қаттық елейтін боламыз. Етіміздің қамырын қаттық елейтін боламыз. Мінекей елеп болдық. Енді салафанға орап, тындыруға қойып қоятын боламыз. Біраздан кейін алып, қамырымызды қайта бір елеп жіберетін боламыз. Сонда қамырымыз бір тегіс болып шығады. Мінекей қамырымыз тынып дайын болды. Бастапқыда осылай қолымызбен басып жібереміз, ұн сеуіп. Сонда қамырымыз жайған кезінде тез жайылатын болады. Бастапқыда осылай жақсы басатын болса, қамырымыз жақсы жайылатын болады. Одан кейін сағат тілі бойынша айналдырып, осылай оқтауымызбен қамырымызды жұқалап жайып шығатын боламыз. Осылай жаятын кезде оқтауымызға өте қатты көп күш түсірмей, осылай екі жағынан жеңіл алып отырсақ, қамырымыз тез жайылатын болады. Өте қатты басып алсақ, онда қамырымыз ұзақтау жайылатын болады. Сондықтан жеңіл алып жаятын боламыз. Мінекей етіміз де пісті. 2-3 сағаттай қайнап пісті. Енді алатын боламыз. Алдымен етімізді алып аламыз. Мінекей осылай етімізді сорғытып, барлығын бір ыдысымызға салып алып аламыз. Мінекей етіміз дайын болды. Енді артындағы сорпасын бетін жауып бір бұрқ еткізіп қайнатып жібереміз. Одан кейін жаңағы қамырымызды кесіп, одан кейін қайнаған сорпамызға осы қамырларымызды салып, қамырларымыздың барлығын салып болғаннан кейін араластырып, бетін жауып, қамырымызды пісіріп алатын боламыз. Осылай араластырып жібереміз. Одан кейін бетін жауып, қамырымызда өте тез піседі. Бетін жауып, одан кейін сәл қайнағаннан кейін араластырамыз. Қамырымыз өте тез піседі. 2-3 минуттай кетеді, өте тез піседі. Қазанымыздың қақпағын жауып, қайнағанын күтетін боламыз. Өте тез қайнайды.
Мінекей қайнады. Қамырымыз қайнады. Енді жақсылап араластырамыз. Сәлден кейін ала беретін боламыз. Біз жақта нарын деп атайды. Мінекей нарынымыз дайын болды. Енді май шолпымен нарынымызды сорғытып, осылай сілкіп сорғытып, одан кейін осылай ала беретін боламыз нарынымызды. Ет даяр болған кезде пиязымызды турап, үстіне сорпамызды қосып, тұздығын дайындаймыз. Мінекей етіміз дайын болды. Қазағымыздың еті өте пайдалы. Әрдайым дастарханымыздан үзілмесін. Назарларыңызға көп-көп рахмет.